Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж қайта оралу мақсатында видео бастап отырмын. Бүгін көрсететін жұмыс жоқ, шынайы жай әңгіме. Әңгіме басталмай тұрып, барша маған ренжіп жүрген адамдардан кешірім сұрағым келеді. Сенімдерін ақтай алмағаным үшін, көліктерін уақытында шығарып бере алмағаным үшін. Біраз уақыт жоқ болдық, қайда болдық, не істедік, негізі ұзақ әңгіме, бірақ қысқаша айтып беруге тырысам. Соңғы 2,5 жылдықта біздің видеолар бірте-бірте азайып, соңғы 1 жылдықта мүлде тоқтап қалды. Оның әрине себептері көп, бірақ нақты бірінші себебі ол менің ұялшақтығым. Сіздерге байқала ма, байқалмай ма білмеймін, әр видеоны мен ұялып түсірем. Сол қысылып түсіргеннің арқасында мен көп нәрсені айта алмай қалам. Айта алмағасын келесі видеоға менде құлшыныс болмай қалып жатты. Соңғы кезде осы ұялшақтықпен күресіп, қазір өздеріңіздің алдарыңызда соны жеңу үшін түрімді көрсетіп видео түсіріп отырмын. Видеолар азайғанмен бізде жұмыс тоқтаған жоқ. 25 жылдың ортасында жұмыс мүлде тоқтады. Оның себебі менің денсаулығыма байланысты. Мен қатты ауырып, тіпті төсек тартып жатып қалдым. Нақты не ауру екенін білмеймін. Коронавирус болып ауырдым ба деп ойлаймын, өйткені соңғы 2-3 жылдықта қалай өткенін білмеймін. Тіпті бұл аурудың соңы өмірге құлшынысты жоғалтуға дейін алып барды. Кішкене аяққа тұрғасын, мына жұмыстарға қолым бармай, ойымды ашып кетейін деп таксовать етуге кеттім. Сөйтіп таксовать етіп жүріп, бұл жұмысты мүлде қоям деп шештім. Бірақ кішкене жүріп ойлар ашылғасын, мен бұл жұмысты бастаған кезде үлкен арман мақсаттарым бар еді. Сол мақсаттарға жету үшін кішкене қадам жасауым керек деп, қайта қолға алуға кірістім. Соңғы 2-3 жылдықта қаржылық сауатсыздықтың кесірінен қарыздар көбейе берді. Кредиттер көбейді. Соңғы 25 жылда қатты ауырған кезде расход көп, доход жоқ кезде қарыздар еселенді. Аурудың үстіне ақша қосылды. Сонымен қатты өмірден түңіліп, тіпті өмір сүруге құлшыныс болмай қалды. Қазір енді қолымда бір тиын жоқ, бірақ соңғы 2-3 жылдықта жоғалтып алған өмірге деген құлшыныс деген нәрсені таптым. Проблемалар әрине уақыт өткесін барлығы шешілер. Бірақ осы уақыттың ішіндегі ең мен үшін ұят нәрсе мына артымда тұрған көліктің көзіне қарау. Өйткені бұл көліктің келгеніне уже 2 жыл болайын деп тұр. Артымда тұрған көлік BMW E28. Бұның иесі Руслан аға. Руслан ағадан мен үлкен кешірім сұрайым. Осынша уақыттың ішінде маған хабарласып, бір рет деп осының ашуын көрсеткен емес. Мен 2-3 рет айттым бұл кісіге осынша уақыт деп кешіктіріліп. Бұл кісі мейлі деп сабыр етіп келе жатыр, осылай болу керек шығар деп келе жатыр. Үлкен рахметімді айтам Руслан ағаға. Енді осылай болып қалды. Мен қашпаймын, жұмысты до конца аяғына дейін істеп беруге тырысам. Мен әдейі істеген жоқпын. Осы көлікке мен қатты көңілім кеткен. Бұл көлікпен мен баяғыда ауырғам. Мүмкін осы көңілдің кеткенін себеп болып тұрған шығар, білмеймін. Менің ең басты қателігім бұл әрбір көлікті алған кезде мен идеальный жағдайға жеткізем деп ниеттенем. Бірақ условия менің идеальный емес. Покрашенный камерам жоқ, сушилка жоқ. Условия былай айтқан кезде аз, бірақ мен соны идеальный зауыттан да жақсы етіп шығаруға тырысам. Осы нәрсе мені көп ұстап қалып жатты. Өйткені бір нәрсені істеп жатқан кезде оның нәтижесі қалай болатынын көріп тұрасың. Соған мына жұмысты әдемілеп істеуге тырысасың. Ол бізде ұзақ уақыт алып кетеді. Бір машинелер мысалы, ең ұзағы қазір мынау 2 жыл болып тұр. 9 айлап, 6 айлап істеген машинелер бар, жоқ емес. Оның барлығы мен шын көңілмен, ешқандай жаман ниетім жоқ. Немесе оның ақшасын алып лақтырып кету емес. Алдым, идеальный етіп шығарып берем деймін. Мен үйде қиналып жатсам да осы машинаны барынша кірісіп істеймін. Басқа түспегенше адам сезіне алмайды. Мына көлікті мысалы былтыр істеген кезімде де менде сағат бойынша есептеген кезде 14-15 сағаттап істеймін, бірақ энергия жоқ, уже жұмыс өнбейді. Қашпайсың, істейсің, бірақ бітпейді. Сондай бір кезеңдер болып кетті. Осындай нәрселер мені сындыруға дейін апарды. Әлсіредім, жұмысқа қолымда бармай қалды. Бірақ әйтеуір шүкір сынған жоқпын. Қазір енді әлеуметтік желіні қолға алып, тез-тез шығып тұруға тырысам. Instagram мен TikTok парақшамызды астына сілтемесін қалдырып кетем. О жағында тіркеліп қойыңыздар. Instagramда күнде сторис салуға тырысам.
TikTok'та тікелей эфирде отыратын боламыз. Қазір мен енді біраз қарызда жатырмын. Кредиттер бастан асады. Былай есептеп қарайтын болсақ, 4-5 жылдықта шығып кетуге менің көзім жетпейді. Бірақ осы уақытқа дейін жоғатып алған менің өмірге деген қазір құлшынысым бар. Құдайдан үмітім бар. Ниеттер таза, қолым десе де ласқа. Кейде өмір бізді қадай жамбасқа. Кейде көтерет, бірақ сен адаспа. Өмір алма кезек, сондықтан мен Құдайға шүкір дейм. Оян сау, браттарым аман есен, біз емес осал. Үйде төрде анам отырса, әлі биіктерден көрінеміз бұйырса. Мен шүкір дейм. Оян сау, браттарым аман есен, біз емес осал. Үйде төрде анам отырса, әлі биіктерден көрінеміз бұйырса. Бізде мажорный тек қана ноталар, бізде байлықтың тек қана фотолары. Адал еңбекпен тек қана маңдай тер. Семьямда болғым келеді ең бірінші миллионер. Айлыққа қарамайтын әлі күн туады. Ақша көп, телефонда даже Каспи қуады. Екі қолым біледі екенмін көректін. Мен айтып үйдегілерім мақтанып жүреді. Уақыт келеді әлі біз жайлы айтады. Тек бұл браттар өздері істеді деп. Ешкім көмектеспеді өздері істеді деп. Өзінікін жасай берді өзгеріс келді. Тек таза, қолым десе де ласқа.